Армысыз ардағайын, біз қазір Маңғыстау ардагерлері шығармалары жинақталған шағын ғана кітапханада тұрмыз. Кітапхана болғанда да бұл белгілі қаламгерлердің, ақын жазушылардың шығармалары емес. Тек қана ардагерлердің, Маңғыстау ардагерлерінің, ақсақалдары, ел ағаларының төл туындылары. Тәуелсіз Қазақстанның арғы бергі даму сатысындағы соны сипаттайтын, сонымен өрбөген байланысқан өмірнама, ой өрнектері, өмір жолдары. Қазіргі тұрғысында бұл әзірге ашылмаған көмбедей сыр бүгіп тұр. Әңгімемізді жалғаймыз. Менің жанымда облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Серікбай Құдайбергенұлы. Қош көрдік өзіңізді. Мінекей мынандай керемет тамаша бір жұмысты көріп, мен өзім риза болып отырмын. Ардагерлердің тек қана Маңғыстаудың өзінің ел ағалары, ақсақалдарының төл туындылары ғой, осы тұрған. Осы мынау кітапхана жөнінде бір ауыз сөз айтсаңыз, сосын жалпы ардагерлер кеңесі құрамында кімдер, бұның санатына кімдер енеді, жалпы мақсат мүддесі жөнінде бір ауыз сөз айтсаңыз әуелі. Рахмет. Енді өзіңізге белгілі Маңғыстаудың өзінің тарихы тереңде, тарих ғұламалары, әулие билері, батырлары, барлық тарихтағы бар адамдар. Оның бер жағында мінекей бірталай белестерден өтіп, қазіргі заманда мінекей 30 жылдықтың қарсаңында, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығының қарсалында отырмыз. Осыны бәрін ойлап екшеп өтсақ, осы ардагерлердің үлесі үлкен болып тұр. Оның ішінде қазір ауылдарда, ауыл аймақтарда, ауыл шаруашылығында істеген көп ардагерлер, мұнай саласында істеген, қарапайым жаңағы тас кесу мәселесінде көптеген дәрігерлер, мұғалімдер, көптеген еңбек ардагерлер, сала бойынша ардагерлер бар. Біз ардагерлерді әрбір саланың ардагерлері деп есептейміз. Әрбір саланың өзінің ардагерлері бар. Олар көп жылдар бойы еңбек етіп, үлкен сол халыққа қызмет етіп, оның үстінде мемлекеттің тұрғысынан үлкен дәрежеге жеткен, сонда үлкен саналы, үлкен ағаларымыз бен апаларымызды біз ардагерлер деп ашық айтамыз. Қоғамға белсене араласқан әлі де? Әлі де мына пенсия өзінің зейнетке шықса да, сонда да қоғамдық жұмысқа араласып, соған әлі де бәсе берерін көрсе, берері мол адамдар, әсіресе жастарды тәрбиелеуге, соған арнаған мынау бір азаматтық борышым деп есептеп, қазіргі міне таңдағы мынау білімге жастарды, сосын мына ой санасын ой салуға, соған арнап жүрген ардагерлеріміз, ұлағатты тәрбиеге барлығын салып жүрген ардагерлер дейміз. Енді Светқали, Сабыр адай, кешегі өзіміздің басқа да енді ең үлкен өзіміздің ағамыз, Әбіш ағамызды енді қай уақытта да біз ардақтап үлгі тұтамыз ғой. Олардың кітаптары жоқ деп айта алмаймын. Олардың кітаптары бар. Бізге ол үшін мақтаныш. Ол бір биік ту құсап, алыстан көрінетін отпан тауда от құсап тұрып, от шашып көрініп тұрған дұрыс деп есептейміз. Ол шамшырақтай осының төрінде тұрады. Сондықтан міне қазіргі таңда осы жерде көріп жатқан кітаптардың ішінде көп мұнай саласында, әсіресе біздің Маңғыстаудың экономикасын көтерген көбіне мұнай саласы мен ауыл шаруашылық саласы ғой. Сол мысалы мұнай саласындағы ардагерлердің целый бума кітаптары тұр арналған. Енді ауыл шаруашылығында істеген көптеген осы еңбектер, сосын қарапайым ардагерлеріміздің ғұмырнамасы. Олардың біздің Маңғыстау өлкесінің көп рулы ел болғаннан кейін көп өзіміздің ата тегіміз туралы, өзіміздің ұлт санамыз туралы айтылатын ойлар көп қой. Солар өздеріне өзіндік менталитет ерекшеліктер. Ұрпағыма айтайын деп едім, ұрпағыма қалсыншы деген шамшырақ сөздер біз кітаптарда бар. Одан да басқа керемет Мәтжанби деген міне кітабы қараңыз. Отыншы Көшбайұлының жазған Мәтжанби кітабы. Бұл да біздің кәдімгі қараптың осыдан келіп, іздеген адам келіп сусындап, қарап, осыны көп деректерді алып жүрген кісілер бар. Біздер бұна кітаптарды бір-екі адам оқып, біздің Маңғыстауда
біз білмей жүрген көп деректеріміз бар екен ғой Бұны деген мына әңгімелер ғылыми шықты. еңбектермен айналысып жүрген студенттер, басқа да адамдар келіп пайдалануына әбден болады. Әбден болады. Ауыл шаруашылығы мәселесінде де, басқа шаруашылығында да біздің мына керемет табиғатымыз, әулиелі мекен, ата-баба. Біздің сол мақсатымыз осы Маңғыстаудың киелі жерлерін тек қана киелі жерлерін емес, біздің киелі ардагерлеріміздің, арден өткен ағаларымыздың, қазіргі замандағы ардагерлеріміздің, ерлеріміздің, апаларымыздың еңбектерін көрсеткіміз келеді. Ұлы Отан соғысы жөніндегі ол бөлек мәселе. Ұлы Отан соғысында көрген қиындық жылдарындағы біздің Маңғыстаудан кеткен сондай майдангерлердің өмірлері туралы қарайған кітаптар түріне қараңыз. Тағзым деген, тағзым 5, тағзым бірнеше деген көп, барлық осы Маңғыстаудан соғысқа, майданға кеткен ағаларымыздың өмір баяны бар. Қай уақытта кетті, қай уақытта келді, немесе қалды сөз жерде. Жан пидасын біздің қазіргі егеменді еліміздің өркендеуіне сол уақытта сол ағып кетті. Жанын пида етіп кетті ғой. Соны қастерлеп, біздер осы биікке қойып отырмыз. Өте жақсы, керемет. Сабырадайды айтып қалдық жаңа. Сабырадайдың мына бір сөзін сіз осы дүниеге бір алғы сөз ретінде көрдіңіз бе екен, жазып қойыпсыз. Оқыдым да, мына сөз шынымен де алғы сөз болатындай екен деп отырмын. Айтылмаған сөз жоқ. Ғұламалар айтқан, білген, болжаған адамзаттың тәжірибесі мол. Бәрі де оқырманға таныс. Біздікі тек өрмегін қайта жазып тоқу. Сол ой, сол өмір, қоғам, сана, заман сабақтастығы. Дегенмен әр дәуірдің өз үні болады. Ұлттық сананы ояу қалпында сақтап, жаңғыртып, отаншылдыққа, жасампаздыққа, бірлікке бастау парызымыз, дейді ақын Сабырадай. Шынында солай? Шынында солай. Мен сізбен толық келсем, Сабырадайдың терең ойлары, ақыл ой парасаты, мына бір сана мен ұлт жөніндегі тебіреніспен айтқан көп әңгімелері бар. Оның да кітаптары, мысалы, Нәзира деген кітабының өзінде біздерде бар. Жаңа айтқан немізде осы көп өзінің терең ойларын, өзінің қысқа көрген ерлерін көп жазады. Осы сана туралы, ой туралы. Мысалға, мынандай бір сөзі бар. Сабырдың өзінің бір сөзін айтып кетейін деп. Көл ашса көмерсің, жау басынса жеңерсің. Дін мен дәстүр ділі жоқ, салт пен сана тілі жоқ. Халық өлсе не дерсің? Қақ суындай кеберсің дейді. Бұл неге айтып отыр? Бұл қиналғаннан емес. Бұл неде болса, мына қазіргі замандағы мына өмір сүріп жүрген азаматтарға соны ой салайық, ой санамызды көтерейік, әлі де болса ұмытылайық, үлкен елдің қатарында болайық деген ұмтылысқа бастау алып отыр. Сәкеннің көрегендігі, Сабыр ақынымыздың философиялық ой түйіні ар жағында терең сыр жатыр деп есептейміз. Біз оны ардагерлерін құрметтейміз. Бұны біз айтып жүру біздің мақсатымыз. Қазіргі таңдағы біздің ардагерлердің де бір үлкен міндеттерінің бірі, үлкен бір ой жұмыстарының бірі деп, мына жастарға тәрбие беру мәселесі. Міне осы кітаптар арқылы жаңа айттық, жастар келіп, біздерде ойымызда бар, жастармен мына жерде әрбір кітаптарды талдау жөнінен сондай не жүргізіп жатырмыз. Мысалға бір-екі кітапты алып, мысалға айталық, мұнеге Сабыр оқып келеді, соны жастар осы жерде талдап, кітаптармен танысады. Яғни кітапқа ұмтылу, кітап деген ол бір алтын қазына айтқанда. Керемет. Енді сол манағы ойдың, Сабырдың сөзінің жалғасы ретінде бір сұрақ. Міне, ой, сана, қоғам, заман сабақтастығы. Осылардың барлығында біріне бірі жалғанған, кешегі міне Мәтшәмбиден бастап, мына ұлы кереметтерден бері қарай, бер жағындағы біздің мына ұлы ақындарымыз өзіміздің. Міне, барлығының да, шайырларымыздың да, абыздарымыздың да, әбіш ағамыздың да, басқаның да барлығы қайткенде ұрпақтың көшін жалғаймын. Ұлтты мәңгілік етемін деген ой санадан туған ғой. Енді қазіргі осы ардагерлеріміздің, аға ұрпақтың мына жас ұрпақпенен байланысы дегенге келейікші. Жалпы аға ұрпақ пен жас ұрпақтың сабақтастығы қаншалықты бүгін қазіргі таңда? Енді сабақтастыққа келетін болсақ, бұл бір орасан күрделі зат емес, бірақ табиғаттағы, өмірдегі бар зат.
Мысалға сабақтастық дегенде жаңа қайтып келейін ардагерлерге. Себебі біз өзіміз қазір көрген таңда алғашқы Маңғыстаудың үлкен ел болып, қатарға қосылып, жаңағы үлкен облысымыздың құрылуы, жаңағы халқымыздың көтерілуі, экономикасының байуы ең алғашқыда өнеркәсіптің дамуынан болды. Яғни айтқанда, ол мұнай саласының аяқ астынан көтеріліп үлкен бір дәрежеге жеткен кезінде, сол уақытта көп кісілер, жастар, сол уақыттағы жастар, сол уақыттағы мамандар келіп, мына өлкемізде көп еңбек етті. Солар үлкен дәрежеге жетті. Мен сізге айтайын дегенім, осы мына сол замандағы еңбеккерлердің еңбегі орасан үлкен экономика пайдасы дейіп, олар сол замандағы еңбек социалист еңбек ер деген атақтар алды. Мысалы айталық, өзеннің басында, өзен мұнайының басында. Мысалы, өзеннің басында болған ағаларымыздың көпшілігі, мысалға, Төреғали Қадыров деген, тағы да басқа көптеген ағаларымыз болды ғой. Солар еңбегіне үлкен марапат алып, социалист еңбек ерін алды. Мысалы, сол уақытта мен Жетібайда тұрдым, көп жылдар бойы. Сол уақыт көзімізбен көріп, Тайшық Қазбеков ағамыз. Ол да сол еңбек ері алды. Ал енді солардың барлығы одан қалған ұрпақ. Соны көріп, көп адамдар соған ұмтылды. Міне сабақтастық деген қайда жатыр. Мысалы, сол еңбегі сабақтастықтың бірі деп айтар едім. Әкеден балаға, баладан сөйтіп келатқан сабақтастық бар. Мысалы, оның басында мен бәрі ешкім қарсы болмас. Мысалы, Нәсіпқали Әбуғалиұлы Марабаевты айтар едім. Міне қараңыз, өзі ар жағындағы бүткіл Үрімбұтағы мұнайшы оқу бітіріп, еліне келіп, еңбек етіп, 30 жылдан астап мұнай өзеннің барлық скважиндарын қазуға үлкен еңбек еткен, басшы болған, облысымызды көтерген, және қазіргі сондай бір үлкен өмірде үлкен ізі қалған ағамыз. Оның балдары қараңыз. Міне сабақтастық деген. Әлі де болса солардың балдары, солардың ұрпағы, ағамыздың ұрпағы, бәріміз еліміздің экономикасы сүйреп келе жатыр. Кешіріңіз, есіме түсіп отыр, сол Марабаев Нәсіпқали ағамыздың еңбек қорлығын былай қойғанда, мына өзінің бір ел жандылығы, ұлт жандылығы, мына өнерді дәріптеу, оның күйшілігі, оның ақылмандығы, барлығы да сол еңбекті, Маңғыстаудың экономикасын дамыту, көрсету, сол арқылы халықтың, жаңағы халықты байлыққа, бір молшылыққа келсінші деген ниетпенен манағы ұлттық бір құндылықтар байланысып жатты, сабақтасып жатты. Қазақта сөз бар ғой, 8 қырлы бір сырлы деп. Ол сан қырлы ағамыз еді. 8 емес, одан да көп болар. Сан қырлы. Себебі жаңа өзіңіз айтқанда әсіресе өнер саласына, адамшығершілік саласында өмір даусын көтеріп, немесе парасаттылығы, өзінің жымиып күлгенде сені ол жайдар отырасың, қанша қысылып келсең де алдында ашылып тұрасың. Кейген уақытта қара жерге кіреріңді білмей қаласың. Ондайлар да zaman болады. Бірақ сені кейін деп сүрмейді, сені үйретейін деп сөйтеді. Сондықтан біз сол ағамыздан тәрбие алдық. Біз мақтанышпен айтамыз. Әлде болса, ағамыздың бастаған ардагерлер ұйымын мінекей жалғастырып келе жатырмыз. Керемет. Ол кісінің де мына жерде мінекей аты өшкен жоқ. Аты өшкен жоқ, өшпейді де, солай ғой. Өшпейді де. Жалғанады, жалғасады, сабақтастық деген осы. Енді манағы жемқорлық деген бәлеге қайтып келейікші. Кешіріңіз, сіз аузыңыз бармай отыр, айтқыңыз келмей отыр. Ол біздің де өзі мына бір қазақ құлақ естігісі келмейтін, ауыз айтқысы келмейтін, көз көргісі келмейтін дейтін бір мәселелер болады қазақта, солай ғой. Біздің қазақ бір өте ибалы, әдепті халық қой. Ол мына бір жақпайтын дүниелерді көрсеткісі келмей, жаба бүркіп, солай ма? Бірақ соны болдыртпауға тырысып, бір әдемі бір астарменен кететін халық қой. Сондықтан осы жемқорлық деген айтқан сайын, бұл анайы бола түсетін сияқты ма? Бір кеңейе түсетін сияқты ма? Сол сөзді бір кішкене лексиконды да ойлануымыз керек сияқты. Бірақ біз енді мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің жанындағы ақпараттық ағарту штабы және соның арнайы төл бағдарламасы болғаннан кейін бұл мәселені айтпай кетпейміз.
айтқымыз келмегеніменен мақсат осыдан сақтау ұрпақты. Осыдан қалай айығамыз? Осы жемқорлықсыз өмір сүре аламыз ба? Бұл себебі қайда? Салдары не болады? Деген әңгіме ғой. Сондықтан сіз айтқыңыз келмегенменен енді ал айтып көріңізші. Бұл мәселеден өзі құтылуымыз мүмкін бе? Ол үшін не істеуіміз керек? Осы мына аға буын ардагерлердің мына жастарға не айтатыны бар? Біз ардагерлермен кездескенде бұл мәселенің түп тамыры қайда екен деп те біз де ойлаймыз. Бұл қасірет тек қана жаңағы сол агенттіктің немесе соның айналысатын азаматтардың ғана жұмысы емес, бүткіл халықтың жұмысы. Бірігіп, жаңа сөздің басыңызда айтқан сыбайлас жемқорлық деген. Жемқорлық бөлек, сыбайлас жемқорлық бөлек. Екі түрлі үлкен, мынау бір кішкентай жемқорлық болса, мына сыбайлас жемқорлық деген бір орасан, бір шырмалған бір дүние деп есептейміз. Бұл шынын айту керек қазақтың салтында немесе тарихты қарап алсақ бұрын болмаған екен. Бұрын болмаған деп айтады. Біз оны әрине былай қазақтың салт дәстүрімен алым берім, мысалы құдалардың арасындағы қарым-қатынастары, қазақи қатынастары болады шығар. Ол бөлек. Бірақ ол бөлек зат. Ол әрине бөлек. Ол келісілген бір ризашылықпенен арнайы ел мен елдің арасындағы қарым-қатынас, бітімгерлік сияқты, экономиканың арасындағы қарым-қатынас, ел мен елдің, ол дұрыс қарым-қатынастар. Жаңа Мәтжан бидің кітабында да көп сондай қарым-қатынастар болып, және оның басында осы ағаларымыз, ақсақалдарымыз жүрген. Соның төрелігін айтып жүрген. Би деген атақ сол үшін келген. Бір сөзін айтып, сол елге пайдасын келтірген. Ал енді қазіргі таңда көріп отқанымыз мына жекеменшіктің мына несі өзгеріп, жекеменшік иесінің ныспысы өзгеріп, содан басталған әрбір жекеменшік иесі енді өзімдікі деп, жаңағы өзімдікі деген өгіз қарақшы бар деген айтпақшы. Әркім өзінің хандығын құрып алады да, іштен. Бір түп несі сол бір жерлерде жатқан сияқты болып көрінеді. Біздер де ардагерлермен сөйлескенде бұл мәселемен айтып жүрміз. Енді бұл жалғыз болмас. Жаңағы несі, шығу тарихы. Бірақ дегенмен үлкен індет болғаннан кейін біз үн қосқанымыз дұрыс. Енді бұның кейбір, қалай деп айтсам, кейбір адамдардың пиғылы, мысалға, соған бір қазақта бір сөз бар ғой, кедей бай болғың келеді, бай одан сайын бай болғың келеді деген бір сөз бар. Не де болса адам өзінің тұрмысына, бір несіне, қиындығына соны сылтау қылып, соған кейде соған еріп кететіні бар. Қанағат жоқ. Қанағаттықта ала берсем, жей берсем, жүре берсем. Сол індет, сол жегідей жеп, сондай жолға түсіріп тұр. Енді ол әрине адамның адамгершілігі, азаматтың азаматы ғана оған шыдайды. Ондай елге деген. Ол айналып келген сол халықтың қалтасына түседі. Түбінде былай экономиканы есептеп қарасаңыз, енді бір мәселенің бір түбі, бір қиындық жерлері бар. Мысалға мен өндіріс саласында жұмыс істедім. Мен өндіріс мұнай саласында көп жылдар бойы жұмыс жасадым. Сондықтан өз тәжірибемнен айтып көрейін, қалай болғанда, неге екен деген. Мысалға барлық біздерде заңдар бар. Біздерде еңбек туралы заң бар. Еңбек туралы заңда әрбір жұмысшыны қабылдағанда, жұмысшы жұмысқа кіргенде өзінің жаңағы айтқандай несі келісім шарты болу керек. Келісім шартпен кіреді. Мен мысалы көптеген мына шетелдік компанияларда жұмыс істеп жүргенде, олар келісім шарттың ішінде, жағының ішінде бір не болады, бір пункт болады. Яғни, соған сен қол қоясың, жемқорлықпен айналыспаймын деп. Жемқорлықты көрсем қасымдағы, сен соған қарап отырмай, үндемей қалмаймын деген пункт қол қояды. Соның жолдарын айтады. Сен көрсең, қай телефонға соғуың керек, сен енді қасында отырып не алмайсың ғой. Бірақ сен қай телефонға соғып, соны сен айтуың керек. Себебі сен көріп тұрсың. Сондай договор бар. Сонда шетелдік барлық контрактілерінде сондай пункт бар. Сонда ана барлық жұмысшылар, жұмысқа кірген азаматтар содан қашып, сондайға бармайтын. Ол бір. Екіншіден, әрбір жұмыстың өзінің стандарты бар.
яғни жұмысты тияна өзінің несіменен, мерзімімен толығымен жасау керек. Яғни жаңағы айтып қалдық қой, бір қанағатсыздық деп. Қанағатсыздық қайдан шығады? Бір көп істелінетін жұмысты қысқартады да, сосын жаңа қалған экономия етіп, жаңағы сақтап қалып, сол қанағатсыздық қалып барады. Бұл жерде де үлкен бір көп азаматтардың, көп кісілердің қиындыққа түсіп жатқаны сол бір жерден тауып алуға болады. Мына жұмысты ұйымдастыруда да бір дұрыс бір бағыт болу керек, тәртіп болу керек. Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіп дейтін ол тәртіпке құл болмайды, тәртіпке құл болмайды деген атамыздың сөзі бар. Сондықтан тәртіп керек қай уақытта да. Жұмыс бабында болсын, өмірде болсын, үйде болсын, тұрмыста болсын. Мысалға көп мына әлеуметтік желіде немесе көп мына баспаларда көбіне соңғы кездерде мынау халыққа қызмет ететін орындардың ішінде жемқорлықтың көптігін айтады. Мысалға соңғы кезде әсіресе біз енді дәрігерлерге, барлық дәрігерлерге ешнәрсе деп жамандық айтпаймыз, бірақ арасында сондай бір келеңсіз жағдайларды көріп қалып жүрміз. Кешіріңізші, егер дәрігерлердің айлығы жақсы болса, әлеуметтік жағдайы, жаңа соцпакет дейді, тағы басқа болса, шаңырағы, отбасы, үйі бір алаңдайтындай емес, өзінің кәдімгі толымды жағдайында болып, барлығы келісіп тұрса, сол құрғырды іздемес еді ғой. Мен ол жағын айтпай қойын деп едім. Контрактыда айттық қой, барлық еңбек шартында. Еңбек шартында адам өзі келіседі. Сонда еңбек ақымен жұмыс істеймін деп. Яғни ол өзін өзі соған бағалайды. Егер бағалай төменгі бағамен жұмыс істейтін болса, төменгі өзін солай бағалағаны. Ал егер өзінің дәрежесі үлкен болып, дәрежесі білімі отырса, ол кісі оған бармайды. Значит, ол кісі не алмау керек? Өзін өзі құрыққа түсірмеу керек деп есептеймін. Сондықтан мына көп жер соны біз енгізін кіруіміз керек. Осы заңдарды көтеріп, қайтада мына жастарымыздың ой санасын алып барып жүріп, мінекей ағартушылық жұмыс істеу. Міне, Серікбай мырза, сіз көп адам айтпаған, бір өте бір тың, бірақ шынайы бір мәселені айттыңыз қазір. Осы сөзіңіз өте құнды. Міне, айтпасақ та әлеуметтік желіде көріп отырмыз. Мына жалақысын сұрап, жалақысының аздығын айтып, жұмысшылар халық көшеге шығып жатыр. Соны сол міндетпеді. Егер жаңағы жағдайлардың барлығы болса, оның айлығы шайлығына жетіп, содан асып, өзіне толық қамтитындай жағдайда болса, олар көшеге шығып не жыны бар. Сондықтан мысалға, мына еңбек ұжымдарында бұл құл емес қой. Әркім өзінің жұмысын, еңбегінің біледі. Еңбектің құнын біледі. Әркім. Сосын мына енді біз бұл мәселеге бармай қояқ деп дегенмен сіз айтып қалдыңыз ғой. Енді мынау соңғы әлеуметтік желіде көріп жүргеніміздей біздің мына замандастарымыздың еңбек етіп жүрген азаматтардың бой көтеруі, жаңағыдай келісімге келмеуі, ол бір жағынан дұрыс деп есептеймін. Себебі енді өзінің еңбегі бағаланбаса, немесе еңбек шарттары бұзылса, енді кімге жүгінеді? Басшыларына бармағанда. Ол айтулары дұрыс, бұны қолдаймыз. Айлықтары біз білмейді екенбіз, өте төмен екен. Біз енді айта алмаймыз, төмен жоғары деп қазір кесіп айту қиын біз үшін. Но бірақ қазіргі заманның талабы, қазіргі заманның өмірінің құқық өлшемі бөлек. Енді оған енді еліміздің экономикасының көтерілуі, жаңағы бір сөзімді айттым ғой. Яғни бір сөзімді айттым, экономикалық өсімнің игілігін пайдалану керек. Игілігін, экономикалық өсім. Ол үшін экономиканың көтеру үшін бірден бір жолы ол еңбек ету. Еңбек етуге, яғни өнімді көбейту. Біз қай жұмысшымызда, қай азаматтарымызда қарсы емес, бәрін істеп жатыр, істейді. Бірақ сол игілігін пайдалану, неге мен игілігін толық пайдалана алмаймын деген ар жағында ой жатыр. Бір ой өкініш болады да, содан мынау бір ыза дейтін, ашу дейтіндер оны алып шығуы да мүмкін жаңағыдай жолдарға. Қазір халқымыз, біздің азаматтарымыз бәрі ақылды, бәрі дұрыс, түсіністікпенен, ымырашылдықпенен, келісім, әр нәрсенің келісімі бар. Сондықтан бір келісім келіп, мына соңғы кездегі әлеуметтік желілерден көріп жүрміз,
барлық талаптар орындалып, халықтың бір орнына түсіп, сөйтіп жүріп ол да жақсы. Ол да жақсы. Оған олар ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын айтып жатыр, рахметін айтып жатыр. Әрине, осылай шешілсе ымыраменен. Шешіледі. Иә. Өте жақсы ой, көп айтылмайтын мәселені бір айтып кеттік, қозғап кеттік. Шындық айтылуы керек қой. Манағы риза болмастықтың, қанағатсыздықтың, ана қанағатсыздық алсам екен, ішсем екен, жесем екен, тек менде болса екен деген қанағатсыздық бөлек. Ал енді мына мысалға мен ішіп жем болмаса, өзімнің қанағатымды өзі толтыра алмасам, ол жаңағыдай нәрсеге әкеледі. Солай ғой? Мен сізге тағы бір нәрсе айтайын, қанағатсыздық дегеннен шығады. Жаңа сіз айттыңыз, көп адаммен алатын жемқорлықты. Жаңағы көп адамдар қосылып, сыбайлас жемқорлық. Сыбайлас жемқорлық дегеннің өзінің бір үлкен бір қасіреті. Мен бір ғана өмірден көрген бір сәтпен айтқым келеді. Мен бірде бір мынау Шайырдан келе жатып, Шайырды білесіз ғой, жыңғылды мен екі орта таудың басына жүріп, төмен қарай түсіп келе жатырмын. Әдемі жер. Соны түсіп келе жатсам, машинамен аспанда екі бүркіт ұшып жүр екен. Екі бүркіт ұшып жүр, бірін-бірі жерге қарап. Ой, керемет, біреу жоғарылайды, біреу төмендейді. Керемет, әдемі ұшыс, қанатын жайған бүркіт еліміздің аймағын көзімен бағдарлап қарап жүр екен. Сосын бір кезде бір бүркіт қонды. Қонды да, сосын бұл неге қонды? Не жетпеді бұған? Неге қонды екен дегенде ой келді. Адамдарды сол сияқты. Қаншама аспанда биікте ұшып жүрсең де, қандай биіктен көзіңді салып халықтан жоғары шықсаң да, бірақ ырысың да, нәрің де, әлі өмірдің сәні де жерге келеді екен ғой. Жерге келіп тұрағың да жерге келеді екенсің ғой. Қанша биік ұшсаң да, соны ұмытпас екен деймін. Керемет. Осыны ұмытпас екен. Өте керемет. Сіздің осы сөзіңіз мынау бүркіт ойыма Шерхан Мұртазаның бір кем дүниесін түсіріп отыр. Алдында да айтып едік, айтпадық па. Мынандай бір керемет түйінді бір әңгімесі бар. Әңгіме деп айтуға болады. Мынау жарты әлемді жаулаған Әмір Темір дүниеден өтер алдында жанындағыларға аманат жасапты. Аманат айтыпты. Ертең мен өлгеннен кейін жылап сықтап, ойбайлап, айқайлап, дабыра жасағандар. Ажалды сірә айқайлап, ойбайлап, қорқытып қуалатын бедің. Киімдеріңді жыртып, жынды-адамша далаға жүгіргенше, жан-жаққа жүгіргенше, Алладан, Аллаху Акбар деп маған мейірім тілеңдер. Менің жаныма жылылық сеуіп, Фатиханы оқыңдар. Деген екен, жарты әлемді жаулаған Әмір Темір де мейірімге мұқтаж болыпты. Бір кем дүние, зор кем дүние деп аяқтайды Шерхан. Ой, Шерхан. Қараңызшы, жарты әлемді жауласа да, ол жаңағы айтқан, сіз айтқан, ол бүркіт бол, ол құзғын бол, ол тұйғын бол. Жарты әлемді жаула, бүкіл мына жауһар, інжу, маржан түгел мына өтсін. Бірақ бәрібір сен оны арқалап кетпейсің, барар орның, тыныштықта бар орның, қара жер деген бір пәлсапа, философияға әкеліп отырсыз. Секе. Бұған да сізге бір осы мына үндестік дегеннен шығады. Осыған мен де бір ой қосып кетейін. Шерхан ағамыздың керемет шығармаларының бірі. Ел халық оны сүйсініп оқиды. Әлі күнге шейін терең ойланады. Сол айтпақшы, Шерхан ағамыздың тағы да мынандай бір ой түйген сөзі бар екен. Бірде дейді, бір кедей пенде жалғыз сиырын сауып сүт сатады екен. Сүт сатып, соған жақшы жинақсып, динарларын жинап, сөйтіп көп жылдар бойы сиырын ұстап, көп динар жинап, күндерінің күнде кемеге мініп, бір зат алайын деп, кемеге мініп кетіпті. Соның әлгі байғұс ұйықтап кетсе керек, демалып шаршағаннан ба, әлгі затының жинаған кішкентай қалтасын ұмытып кетеді, сонда қараса жоқ тұр, оянып кетсе. Қайда деп жан-жан іздесе, сол кеменің ішінде келатқан бір маймыл биік мұнараға шығып, кеменің ішінде тұр дейді. Анау ойбай немді қайтып бер, менің қалтамды қайтып бер десе, әлгі маймыл ішіндегі динардың біреуін ана кісіге лақтырады да, біреуін суға лақтырады екен. Сонда бұл не болды десе, сонда себебі ана
яна сиырдың сүтін сатқанда аздап су қосады екен. Яғни таза адал берген затыңа динарың, мына арам келген затың далаға кетті. Ой, бір кем дүние депті. Яғни айтқан өмірдегі мына адал менен арамның әңгімесін, немесе ағамыздың керемет көп сөздерінің ішінде адал мен адамның, мысалы көп бұл жерде айтатын мына ардагерлердің ішінде де, басқа жерде философиямызда біз қанағатшылық деп айтып қалдық. Ұят болады деген үлкен ұғым бар. Обалы болады деген үлкен ұғым бар. Міне осы үлкен ұғымды біздер әлі де болса насихаттауымыз керек. Жаңа сіз Фатиха сүресін айтып қалдыңыз. Енді Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламның оған үлкен Құран кітаптарында бізге Алланың берген тарапынан келген біз халыққа, біз осының ішінде түгел артық алма, ешкімге несін жеме, артық еңбегін жеме деген көптеген заттар бар ғой. Соның бәрін біз білеміз бе? Енді бұл жерде иман деген үлкен неге тоқтаймыз. Яғни бірінші әрине иман керек адамға. Екінші оның түзейтін ислам. Үшінші оның ең биікші ихсан болып деп есептейміз. Мына үлкен ардагерлердің арасында қазір мына мешіт, жастар көп барады. Біздің мешіттерде қай ауылға барсаң да, бірақ үлкен біздің қатарымыздағы ардагерлердің саны аздау. Барып жүрмін, мен білем, көріп жүрміз, көп жүрген жаңағы санаулы бір белгілі бір мерекелі, сондай бір діни мерекемелі, діни ғұламалардың кездесулеріне барып жүрміз. Сонда көретініміз сол. Сонда ойлаймын, бұл неге олай екен деп. Мысалға, енді бұл қазір заманның өзі өзгерді. Біздің заманымыздың кезіндегі, мысалға, дәуір дейікші. Дәуірдің өзі, жаңа мінеке сөзіміздің басында айтып кеттік, мына кітапхана туралы бірін айтып, біріне кетіп баратымыз. Барлық мәселе осында жатыр. Мысалға, біз 30 жылдық туралы әңгіме айттық. 30 жылдықтан бұрын әңгімелер жылдар болды ғой, жаңағын айттық. Сол вақыттағы ертеден келатқан иманымыздың түзу кезіндегі тонау тоталитарлық режимнің ар жағындағы заманымыздың керемет замандар өтіп кетті ғой. Енді оның бәрін айта бергеннен ешнәрсе шықпайды. Енді біз түзелуіміз керек. Сол вақытта қалған енді жастар басқаша оймен, басқа дәуірдің адамдары, яғни имандылыққа, иман жүзділікке жақсы ұмтылып кеткен жастар бар. Бұл жөнінде мен жаңағы болашақ туралы көп, болашақ не болады, болашақ қалай болады деген қуанышпен мен айтар едім. Мысалға, не болады, алаңдаудың, кейбір кісілер алаңдайды, осы болашақ қалай болады, не болар екен дейді. Біз оны көзімізбен көріп жүрміз, болашақ бар деп есептеймін. Яғни сол болашақты жасайтын, осы ұрпақтың тізгінін ұстайтын, ақылды, білімді, бір осындай бір жастар өсіп келе жатыр, әрине, мысалға, үлкен ұлтжанды азаматтар көп өсіп келе жатыр қазір. Өте дұрыс айтасыз. Мінекей, бұның бәрі қайда жатыр? Жастар өте ұлтжанды. Бұның бәрі қайда жатыр? Бұның бәрі мына біздің мемлекетіміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы, өздеріңіз білесіздер, тәуелсіздік бәрінен қымбат деген мақала жазды. Оны бәріміз ел халық болып, бүткіл еліміз болып оқыдық. Оның ішіндегі маңызды құнды мәселе, ол тәуелсіздіктің 30 жылдығын 3-ке 4-ке бөлді. Алғашқы 10 жылдық, екінші 10 жылдық, үшінші 10 жылдық деп. Алғашқы 10 жылдықта ел тұғырын салдық, шекарамызды белгіледік. Яғни елімізді ел деп есептеп, әрең дегені соның барлық мемлекеттерменен байланыс жасап, шекараларын белгілеп, нық қойып алды, Қазақстан екендігін. Екінші мәселеде экономикамызды көтеруіне күш салынды. Оның басында мына біздер жүрдік, ардагерлер жүрді. Мына осы отырған кітаптарда ардагерлер жүрді. Себебі олар сол жаңа айтқан экономиканың басында қазір енді зейнетке шығып кетті. Бірақ сол уақытта, сол қиындықта жаңағы сіз бен біз көрдік. Бізде бірге жүрдік, сіз білесіз. Сонымен енді мына үшінші кезең, үшінші 10 жылдықта бұл мына 30 жыл іргелі елдердің қатарына қосыламыз деп ұмтылып, мына үлкен жаңағы керек дүнияларды өркениетті елге ұмтылудың жолдарын аштық. Соның ішінде көп жастарымыз оқыды.
мысалға болашақ деген программаменен үлкен көп деген мамандар келді. Ел экономикамыз келді. Міне жастар бірнеше тіл біледі. Әрине, ой санамыз, ұлтымыздың тілін, мәдениетін біз бірінші орынға қоямыз. Бірақ дей тұрған менен басқа тілдерді біліп, мына жаңағы ғылымға, білімге соған ұмтылған жастарымыз көп. Сөзіңіз аузыңызда, сонымен бұл 30 жылда 30 жыл жақсы да, жаманы да, алға басқаны да, кері кеткені де барлығы да қатар келе жатыр. Қатар келе жатыр. Қатар келе жатыр. Ол 30 жылды біз көміп тастай алмаймыз. Жетістіктеріміз бар. Кемшіліктеріміз де соның ішінде осы 30 жылда 30 елдің қатарына қосыламыз, 50 елдің қатарына қосыламыз деп отырған кезде, мына жемқорлық дүние деген нәрсеменен соңғы орындарда отырғанымыз да рас, басқа да жағдайларымыз да рас. Яғни таразының басы былай да былай тартып тұр. Бірақ соның барлығына қарамастан ертеңіміз не болып кетеді? Осы қазақ деген халық өшеді-ау деген сөзді Құдай сақтасын айтқымыз келмейді. Біздің жастарымыз жаңағы айтқан ақылды, білімді, білікті, ұлтжанды жастар қалай болғанда да арпалысып жұлысып келе жатқанымызда да өсіп келе жатыр. Өсіп келе жатыр. Қатар келе жатырмыз. Сондықтан қай уақытта да қараны, қара түсті, ақ түстің басатыны белгілі, жамандықты, жақсылықтың жеңетіні белгілі. Өте дұрыс. Иншалла, қалай болғанда да осы бір кемшіліктердің бәрін жойып, қазақ аталарымыз баяғыда аңсаған қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман, сол заманды көрсем деп отыратын ата әжелеріміздің арманы орындалса екен, біздің тілек осы ғой. Рахмет, дұрыс айтасыз. Сізбен біздің тілегіміз осы. Көп әңгіме айттық, Серікбай мырза. Саясы жоқ бәйтерек саздауға біткен талмен тең, жақсы ағаңыз бар болса, алдыңда сары белмен тең деп билеріміз айтып кеткен. Алдымыздағы сары бел, саялы бәйтерек, ақылман ағаларымыз ортамызда бәйтерек болып жүре бергей, олардың оқырмандары көбейсін. Осы мына тұрған дүниелерді біз кәдеге жаратайық. Сізбен біз болып, осы жас ұрпақты манағы бір бәлелерге соқтықтырмай, аман алып қалып, ұрпақтың көшін алға оздыруға бірге жұмыстанайық дегім келеді. Әумин, айтқаныңыз келсін. Сөздің соңында айтатын қандай тілек ниетіңіз бар? Рахмет. Енді сөздің соңында сұхбатымыз өте бір жақсы, керемет, жақсы өтіп жатыр деп есептейміз. Манағы бір бүркіт деген әңгімеңіз. Иә, оған тоқтайын. Міне сол бүркіттің әңгімесі мен тоқтасам деп есептеп отырмын. Енді бұл өмір деген қасқа сәттен тұрады. Бір сәтті көрсеңіз ойланып қаласың. Соны көріп оқып қалсаң жақсы, немесе білмей ғана өтіп кетеді. Бірақ сол сәтті байқап қалып, соған ұғынып ойланған керемет қой. Соның бір сәттің бірі ертеректе мен мына Қап ауылының Кавказ жағында бір жұмыс сапарымен бардым. Жұмыс сапарынан Грузия деген елге, яғни жаңағы әскери Грузин жолы дейтін үлкен таудың төбесінен түсіп төмен түсетін жер бар. Самолет ол уақытта автобус жүреді. Сол автобустың ішіне келатқанында қанша биік тауда жүрсем де, біз төменде, таудан төменде таудың басынан көрінген төменде ұшып жүрген бүркітті көрдім. Таудың басында келе жатырсыз, былай үңілген кезде аспан мен жердің ортасы таудан төмендеу. Төмендеу жерден, биіктеу жерде бүркіт ұшып жүрген. Сонда ойладым, ей адамзат, адамнан ұлық, адамнан биік нәрсе жоқ қой. Халықтан биік ешкім жоқ қой. Қаншама бүркіт болып аспанға шарықтап, бәрін көремін, бәрін жеңемін, қалықтап шығамын, еркін жүремін десең де, бірақ төбеңде халық тұрады екен ғой деген ой келді. Сондықтан халқымыз аман болсын, ардагерлеріміз аман болсын, еліміз аман болсын. Әр уақытта да Қазақстанымыз жайнап жасай берсін деп тілек айтамын. Керемет, ойды ой қуат дейді. Сіздің жаңағы айтқан сөзіңіз Мұзафар Әлімбаевты есіме түсірді. Халық күн ғой. Күннен артық биік бар ма? Күннен биік болам деп күйіп қалма дейді. Астасып тұр. Сіздің жаңа бүркіт туралы айтқаныңыз. Керемет. Біздің хабарымыздың да ой түбінде жатқан сөз деген атауының өзі осы ойдың түбіндегі бір әдемі ой өрімдерін шығару, ой салу, бір философиялық толғамдарменен, ата-бабаларымыздың аталы сөздеріменен, бір шежірелі керемет әңгімелеріменен бір әдемі көркем ой арқылы санаға саңылау салу ғой. Сондықтан өте жақсы әңгіме айттық.
Рахмет сізге. Аман болайық. Осы айтқандай алда бірге жұмыстанайық. Ардагерлеріміз аман болсын. Рахмет, сау болыңыз.